алдыға қарай жақындырақ отырсаңыздар, бар бизнес секторсы кішкене жақын отырсаңыздар. Алдарыңыздағы кедергі жасайтын заттарды жерге бір жерге қоя тұрыңыздар. Өйткені телефондарыңызды тағы да дыбыс режимге қойыңыздар. Мен енді көп уақыт алмайын деп айтпаймын, бірақ орташа уақыттарыңызды алам. Өйткені көп уақыт алмайын деп алып кетіп жатырмыз. Орташа уақыттарыңызды нақты айтайын. Енді мені көпшіліктеріңіз, мені кім таниды, қолданып көрсеңіздер. Танымайтын кісілер болса, мен Санева компаниясының ақпараттандыру және компания даму бойынша директоры, бизнес серіктесі, бизнес тренер, мотиватор Біржан Дүйсенәліұлы мен боламын. Енді көп рахмет. Кішкене мен сіздерді сабақты бастамас бұрын, сабақтың тақырыбы білесіздер, бойдағы энергияны дұрыс жаққа жұмсау. Оны бастамас бұрын мен сіздерді бір сергітіп алайын. Әлден шаршағансыздар, бір орнына бағынан бері отырсыздар. Енді сіздерді орындарыңызға тұруды сұраймын. Алдарыңызға керек заттарды ала тұрыңыздар, дәптерлеріңізді қоя тұрыңыздар. Кішкене ыңғайлап тұрыңыздар, ыңғайлап тұрып алыңыздар. Флешмоб деген барлығы бір қозғалыста, бір ырғақпен қозғалыс жасау. Қазір сіздермен сергіту мақсатында бағынан бері енді отырмыз кішкене тұрайық, сол мен сергіту мақсатында флешмоб. Менің артымнан қайталаңыздар, флешмоб қосып жіберсеңіз. Маған қарап қайталаңыздар. Sevginize. Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Толып тұрған құтыға ыдысқа суды құя беретін болса, ол не болады? Ол атылып сыртынан тасып кетеді. Тасқан нәрсе не болады? Ол ысырап болады. Яғни, мына жерде мен қанша жерде мықты сабақ айтқан ойын, сіздердің ыдыстарыңыз толып кетіп сыртына кетсе, ол не болады? Ешқандай да пайдасы болмайды. Сондықтан қазір тағы ендігімізді басып алу үшін және де ойымызды тазарту үшін көзімізді жұмайық бір 30 секундқа. Бүкіл жаңағы памятке сақтап қойыңыздар ғой енді.
Ролай ханым, Айжан ханым, Маржан ханымды айтқан Роза ханымдікі де кішкене қоятыңыздар. Ойларыңыздар, ештеңе ойламаңыздар. Үйдегі үтік өшірілді ма, еттің асып қосып кетіп едім, жайы басты ма деген сияқты. Бүкіл ойды шығартсаңыздар, ештеңе ойламаңыздар, 30 секунд сіздерге уақыт. Тазарттыңыздар ма ойларыңызды? Керек емес, барлық заттардың барын шығарып ба, үйді барлығы дайынсыздар ғой сабаққа. Өйткені бұл өте құнды сабақ. Сабақты бастамас бұрын сіздерге барлықтарыңыз орысша түсінесіздер ғой? Экранға назарларыңызды бұрыңыздар. В этом мире нет ничего более могущественного, чем перелом сознания. Ты можешь изменить цвет волос, свою одежду, свой адрес, свое гражданство или даже жену. Но если ты не изменишь мышление, то события вокруг тебя будут дублировать себя раз за разом. Потому что все, что изменилось, изменилось лишь снаружи, в то время как внутри тебя все осталось как и было. Если ты чего-то хочешь от жизни, если хочешь изменить себя, если хочешь заполучить что-то, дотянуться до каких-то вершин, чтобы избавиться от вредных привычек, придется попотеть. Это тяжело. Большинство людей проживают свои жизни, так и не поняв, в чем их талант. А те, кому они известны, далеко не всегда занимаются их развитием. Единственное, что может сделать тебя счастливым, мой друг, это шаг на ступень выше. Это осознание того, на что ты способен. Прикосновение к состоянию, когда ты прорываешься сквозь вязкость быта, и хоть краем глаза, но ты видишь, как будто со стороны, истинного себя. Когда ты с головой погружаешься в болото своих страхов и ввязываешься с ними в бой, чтобы продолжать движение. Вот тогда и начинают происходить события, которых ты так долго ждал. Если ты так и не наберешься мужества реализовать ту или иную свою возможность, если будешь продолжать ходить вокруг да около, пытаясь переубедить в чем-то окружающих тебя людей или, не дай бог, получить их одобрение, все это закончится тем, что ты сломаешься, и люди вобьют тебе в голову, что то, чем ты занимаешься, не имеет смысла. И тогда ты поставишь крест на своей мечте. Сколько у тебя осталось времени? Сколько? Мы ведь не знаем, не правда ли? Большинство из нас так никогда и не используют то, что нам дается вместе с жизнью. Хватит уже прожигать жизнь. Если хочешь чего-то, ты должен стать неумолимым, даже безжалостным. Нужно учиться быть находчивым, идейным, найти в себе силу оставаться на плаву, несмотря ни на что. Это качество победителя. Нужно познать в себе жажду. Нужно учиться проигрывать, терпеть поражение раз за разом и все равно не сдаваться. Все это обязательные качества победителя. Я не могу вам описать эту силу. Я знаю, что она существует. Открывается она человеку тогда, когда он осознает, чего хочет, и полностью посвящает себя достижению этого. В каждом есть величие. Нужно учиться не слышать критиков вокруг себя. Я закалю свою волю. Я не позволю ничему остановить меня. Я заслуживаю этого. Большинство людей с легкостью ставят на себе крест, а зря. Человеческий дух непостижимо могуч. Убить его почти невозможно. Ты неудержим, ты силен, тебя ничто не остановит. Чтоб ты знал, большинство людей проживает жизнь на ручнике, который постоянно тащит их назад. Реши, наконец, для себя, что будешь двигаться вперед. Сосредоточься на себе. И как только ты убедишь себя в этом всем, как только окрепнешь в этом новом состоянии сознания, ты увидишь, как
меняется все, что ты делаешь. Ты будешь в шоке от того, насколько радикально поменяется твое восприятие этого мира. Насколько все твои действия и их результаты изменятся, когда ты начнешь говорить себе каждый день: это я. И во мне уже есть все, что нужно. Это мой день. И сегодня меня ничего не остановит. Два самых важных дня в жизни – это день, когда ты являешься на свет, и день, когда понимаешь, зачем. Марк Твен. Я не думаю, что у кого-то из нас есть мечты, которые были нам даны не для того как раз, чтобы мы их реализовывали. Судьба. Если ты чувствуешь, что у тебя есть что дать людям, если твой талант достоин того, чтобы его развивать, чтобы заниматься им, в этом мире нет ничего такого, чего ты бы не мог достичь. Я рукоплещу тебе за твои мечты, за то, что ты идешь к ним. Я восхищаюсь тем, что ты веришь в себя. Потому что это самое важное в жизни. Напряжение, испытания, поиски путей, как можно улучшить себя. Иметь мечту – это не просто возможность. Это самая настоящая необходимость. Ты не должен бояться идти за тем, что по праву принадлежит тебе в этой вселенной. Это естественно, что логика будет говорить тебе, что это невозможно. Но если ты хочешь достичь неадекватно высоких результатов, проживать свою мечту, тебе придется стать неадекватным человеком. Когда ты растешь, все постоянно пытаются внушить тебе, что мир такой, какой есть, а жить в нем нужно так, чтобы не сотрясать его стены слишком сильно. Такая жизнь очень ограничена, на самом деле она гораздо просторнее. А когда ты наконец осознаешь, что все вокруг тебя было создано такими же людьми, как ты, когда ты поймешь это, ты никогда уже не будешь прежним. Ведь это так тяжело. Почему люди идут на это? Зачем? Зачем они взбираются на эти вершины гор? Зачем Нельсону Манделе было отдавать 26 лет своей жизни? Зачем люди делают это? Да, это невероятно сложно, но оно того стоит. А чтобы осознать это, нужно все-таки добраться до этого последнего шага. Ты должен с ума сходить от этого. Ведь это твоя одержимость, ты был создан для этого. Должен был что-то строить, строй, изобретать, изобретай. Да, но я еще мало что умею. Так бери и учись, мать твою. А если ты вдруг забыл, я напомню тебе. Историю не только читают, ее еще и пишут. Пишут те люди, которые не боятся мечтать. И не останавливайся. Не останавливайся. Никогда не переставай идти к своей цели. Наш главный страх не в том, что мы несовершенны. Гораздо больше мы боимся оказаться невероятно способными. Свет, а не тьма. Именно свет пугает нас больше всего. То, что люди думают о тебе или о твоей мечте, тебя это вообще не должно касаться. Поверь, они в один голос будут говорить тебе, что это невозможно лишь потому, что сами такого не видели. Этого недостаточно. Пойми, историю не только изучают, ее еще и пишут. Пишут люди, которые не боятся мечтать. Ты должен взять с себя слово, что сделаешь это, что не сдашься, пока не дойдешь до конца, будешь отсекать все протесты, никогда не разочаруешься, не потеряешь энтузиазма, не подумаешь: к черту все, я не вижу света в конце тоннеля. Ты должен понять, что это часть программы. Так же, как и физически слабый человек может стать сильнее, тренируя мышцы, слабохарактерный может укрепить свой стержень, тренируя правильное мышление. Если ты избавишься от слабости и на все будешь смотреть через призму своих целей, ты станешь одним из тех избранных, кто видит в поражении лишь очередной этап к успеху. Майкл, несколько слов, что ты чувствуешь после этого поражения?
удивитесь, но у таких людей абсолютно любые обстоятельства, они умудряются заставить их работать себе на пользу. Те, кто пожертвовал малым, добьются малого. А тот, кто хочет многого, тот знает, что ему придется пожертвовать многим. То, что ты начнешь делать завтра, изменит твою жизнь. Основная составляющая в прогрессе человека – это дисциплина. Если тебя цепляют правильные вещи, считай, что дело сделано. Научись получать удовольствие, быть счастливым от того, что ты, в отличие от других, способен заставлять себя делать то, что ты должен делать. Енді бұл видеодан не түсіндіңіздер? Адам бұл өмірге келгеннен кейін барлығымызда бір мақсат арманмен келеміз. Ағаталарымыз айтады, не үшін келдім, нетсем пайда, өлген соңы не болам дейді. Барлығымызда бір белгілі бір мақсат бар ғой. Үйден шыққан кезде сіз мысалға ешкімге басыңызда дым, ой жоқ, ветер в голове, даладан шығып кетесіз сіз үйден, әлде бір белгілі бір мақсатта шығасыз. Дүкенге барсаңыз да, қонаққа барсаңыз, сізде белгілі бір мақсат болады. Тура сол сияқты біз бизнес саласында да не қоюымыз керек? Мақсат. Яғни ақтық мәрені көре білуіміз керек. Мақсаты жоқ адам ол адасады дейді. Сондықтан құрметті бизнес секторы бүгінгі керемет сабақты барлықтарыңыз дәптерлеріңіз алыңыздар, барлықтарыңыз алыңыздар, ешкім қалмасын. Барлықтарыңыз парақ жана бердік, мүмкіндік бердік, парақтарыңызды алыңыздар, дәптерлеріңізді алыңыздар, қаламдарыңызды алып жазыңыздар. Арай, ешкім көзін қыздап. Сұлтан. Дайын болған кісілер қолдарыңызды көтеріңіздер. Түсір дегенге шейін қол көтеріп отырыңыздар. Дайын болған кісілер қолдарыңызды түсір дегенге шейін қолдарыңызды көтеріп отырыңыздар. Тезет. Кім дайын қолдарын көтеріңіздер. Түсір дегенше түсірмеңіздер. Бәрі біреу үшін, біреу бәріміз үшін деген, мен өзім әскери жаслар мектебінде оқығаннан кейін бізде сондай қағида бар. Біреу білдіріп қойса, бәрі сол үшін жаңағыдай жазаланды. Сондықтан барлықтарымыз Роза ханым сізді күтіп отырмыз. Қолдарыңызды түсіріңіздер. Енді бүгінгі тақырыпта бізде қандай? Бойдағы энергияны, яғни күш-қуатты, бойдағы энергияны керек жаққа пайдалану. Енді біз адам болғаннан кейін, біз хайуан емес, біз зат емес, біз адамбыз. Яғни біздің бұл дүниеге келгеннен кейін біздің адамдық борышымыз болады. Шәкәрім атамыз айтады, адамдық борышын халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай арсақта оны біл. Талаптанда біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басының бағы үшін. Өміріңді сақ бол өлгенше, жол атап жол көрсет келешек қам үшін. Барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, ғибрат алар артыңа іс қалдырсаң, шын бақыт осыны мәңгілік өлмесін. Яғни біз бұл өмірге келген адам болып келгендегі біздің барлығымызға борышымыз бар. Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтқандай, білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, мықты болу үшін бірлік керек. Осы керектің жолында жұмыс жасау керек. Яғни маған керек деп отыра беретін болсақ, біздің нәтиже бола ма? Әрине болмайды. Біз алмам түс деп отырмаймыз ғой. Барлығына бізге әрекет керек. Барлығы движениеде қозғалыста тұр. Ғаламшарымыздың өзі, біздің ғаламшар, жер ғаламшары күннің өзін неше күнде айналып өтеді? 365 күнде айналып өтеді. Жер өзін 1 секундқа, 1
доли секундқа да тоқтаңызшы, жер өзін 24 сағатқа айналдырып. А біз тоқтаймыз ғой. Бірдеңе істесек болды, мен мынаны істедім, мен демалайын деп. Бір күн жұмыс жасаймыз да 9 күн демаласыз. Олай болмайды, құрметті бизнес иелері. Егер де мақсаттарыңызға қол жеткізгіңіз келсе, әрекет жеткенге шейін әрекет жасауыңыз керек. Мына Mercedes-Benz деген машинаны білесіздер ме барлықтарыңыз? Кім мінді Mercedes-Benz деген машинаға, кім мініп көрді? Мынандай Mercedes айдаған кісілерде мынандай сөз бар, Мерс и в Африке Мерс дейді. Ол өзінде жүруіне болсын, салон барлығы өте керемет шығарылған машина. Сол Mercedes-Benz-дің қозғалтқыш күшін ойлап тапқан 1819 жылы Карла и Берта Бенц деген екі жұбайлар ойлап тапқан екен. Сонда қараңыздар, ол неше жылда құрастырып ойлап тапты деп ойлайсыздар? 24 жыл. Неше жылда құрастырды? 5 жылда? Олар бұл қозғалтқышты 10 жыл сол мақсатқа әрекет еткен. Сонда жаңағы күйеуі түнімен жаңағы моторды қозғалтып жөндеп отырады, әйел айтады, сен тамақ ішпедің, сен шаршадың ғой, демалсайсың, жоқ дейді. Мен қазір 1 минутқа демалсам дейді, менің бәсекелестерім мені 1 минутқа озып кетеді дейді, сөйтіп мен ұтылып қаламын дейді. Көрдіңіздер ме? Біз не істейміз? 1 минутты да жоғалтпауымыз керек. Жазыңыздар, 1 минутты да жоғалтпауларыңыз керек. Қазіргі таңда уақыттың соншалық тез өтетіні біз үлкен атамыздан сұрағанбыз. Ата, сіз қазір уақыттың өтуі қалай дегенде, қазір дейді, бір күнің, бір аптаң, бір айың, бір күнде өтіп кетеді дейді. Сіздің заманыңызда қандай болды дегенде, бізде бір күніміз бір айдай өтетін дейді. Көрдіңіздер ме? Бізде күйбең тіршілік, анаған үлгеріп, мынаған үлгеріп, уақыттың заманы сондай. Бұл ғылыми дәлелденген нәрсе екен. Әлемде бір сағаттың түрі бар екен. Ол бір ғана. Сол өлшеген кезде ол белгілі бір уақытта жылдамдығын арттырып отырады екен. Сонда көрдіңіздер, бізде қараймыз ғой, уақыт тез өтіп жатыр. Сонда біз 1 сағат емес, 1 минутты да біз зая кетірмеуіміз керек. Енді бойымыздағы энергияны дұрыс жаққа пайдалану үшін негізгі 5 факторды жазайық. Біріншісі фокус. Яғни зейін. Екінші мақсат. Біздің офистағы мақсат емес, өздерінің мақсаттарыңыз. Үшінші жоспар. Төртінші әрекет. Бесінші табандылық. Түсінікті ма? Бірінші жазыңдар фокус, екінші мақсат, үшінші жоспар, төртінші әрекет, бесінші табандылық. Енді әрқайсысын талдап өтейік. Фокус деген қалай нәрсе? Мысалға, барлықтарыңыз телефондарыңыз смартфон, Смартфон деген бетінде кнопкасы жоқ телефон ғой барлықтарыңызда, Смартфон. Қазір қолдарыңыз телефондарыңыз қарамаңыздар, бірақ қолдарыңызды ұстаңыздар. Күнінен ұялы телефонды шамамен неше рет қарайсыздар? Біраз қарайсыздар, Енді маған телефондарыңыздың ең төменгі оң жағында тұрған эмблеманы айтыңыздар, кім тапты? Қолын көтеріңіздер. Айтыңдар. Соткеге қарамаңыздар. Ең төменгі оң жағында тұрған қандай эмблема тұр? Кім тапты? Қолдарыңызды көтеріңіздер. Кім тапты? Таптыңыздар ма? Телефонсың. Түсініңіздер, телефонның ең төменгі жағында, маған қарағанда, мына жағында не тұр? Кім тапты? Кім тапты? Ешқайсынан тапқан жоқса, қайта сіздер күнде телефон неше рет қарайсыздар? Міне, мысалға, менде оң жақ ең төмен жағында WhatsApp-тың белгісі тұр. Сіз таптыңыз, бір кісі ғана қалды. Енді телефондарыңызды қайта қалтаға салыңыздар. Қарадыңыздар ма? Кім таппады, қараңыздар. Кім тапты? Қолдарыңызды көтеріңіз, таппады, экранды қараңыздар, таптыңыздар ма? Ашқан кезде, тап. Көрдіңіздер ғой, енді телефонды қойыңыздар. Телефон блокқа қойыңыздар. Енді маған сағат неше болды айтыңыздаршы? Сіз жаңағына қарап ойттыңыздар. Сағат неше болды? Ешқайсымыз. Мінеки, алты неше кетті? Көрдіңіздер, бізде фокус деген, зейін деген сол нәрсе. Сіздер күніге телефонды 1000 рет алып саласыздар, бірақ ең соңында төмен тұрғанды 3 кісі ғана тапты. Және жаңа ғана бірнеше секунд бұрын қараған телефоныңыздағы сағатты тапқанды сағат 6-дан 15 кеткен жоқ, 10 кетті. Көрдіңіздер ме? Зейін, фокус деген сол нәрсе. Біз бір нәрсеге алаңдаған кезде, біз басқа нәрсені құр жіберіп аламыз. Біздің мақсатымызға солай анау келіп бірдеңе дейді, мынау келіп ана қалып кетеді, мынау жақ ана жаққа тойға барады, мына жаққа барады. Роза Қожахметқызы айтады, мен мақсат үй салатын кезде дейді, мен тек қана қайтыс болған жерге ғана баратынмын. Той, томалау, туған күн бармайтын дейді. Мінекей бізде
тойшыл сүйер халқымыз ғой. Той болса болмаса қашан тойға барамыз деп сөйтіп іздеп отырамыз. Егер де мақсатыңыз болса, мысалы қараңыздар, судың астына жүзген адам, судың астына жүзіп келеді, елестетіңізші. Сізге ауа қажет болса не істейсіз? Жоғары шығасыз ғой. Мінекей сіздің мақсатыңыз тура сол ауадай қажет болу керек қой. Ал жаңағыдай болса болды, осы айда болмаса келесі айда болады, биыл болмаса келесі жылы болады деген ол өтірік нәрсе. Яғни сіздің мақсатыңыз айқын емес, сіздің фокусыңыз дұрыс емес. Сіз адасып бара жатсыз. Ал адасып бара жатқан кезде бізді дұрыс жолға салып отырып, әрине бізге ұстаз керек. Бәрі бірден болып кетпейді, барлығы әсте-әсте болады. Жаңа Құралай ханым айтқандай, су тасты жарады ма? Әрине жарады. Бір жерге тамшылай берсе, бір нәрсе әрекет ете берсеңіз, ол бір күнде сіз ол әдетке айналады. Әрекетің түзетсең, әдетіңе айналады. Әдетің түзетсең, мінезіңе айналады. Мінезің түзетсең, тағдырың айналады. Сіз сонымен өмір сүресіз. Тағдырың өзгерткен, сіз өзіңіз ғана өзгергеніңіз емес, сіздің артыңызда еріп келе жатқан ұрпағыңыз сондай болады. Кім Қазақстанның болашақ ұрпағы, миллионер сондай рухани материалда бай болған қалайды? Онда бүгіннен бастап өздеріңізден бастаңыздар. Біреуді жөндеп, жаңағы біреуге күш кетуін қажет, өзіңізбен күресіңізші. Баяғыда бір поп болған екен, поп білесіз, біздің орыстардың молдасы. Сол былайынан ойлаған екен. Мен мен әлемді өзгертейін дейді. Сөйтіп, мемлекеттер арлап жүреді, 15 жыл уақыт өтіп кетеді. Ешқандай әлем, ешқандай өзгеріс болмайды. Қой, мен әлемді өзгерте алмадым, мен өзімнің жергілікті, өзімнің мемлекетімді өзгертейін дейді. Сөйтіп қалаларды аралайды, анаған бар, Қызылорда, Шымкент деген сияқты барады, бірақ тағы да өзгермейді. Сөйтіп мен әлемге келмеді, мемлекетке келмеді, мен жергілікті тұрып жатқан қаламды өзгертейін дейді. Тағы да әрекет етеді, тағы да 10-15 жыл өтеді, қаласын өзгерте алмайды. Қой, мен әлемді өзгерте алмадым, мемлекетті өзгерте алмадым, қаланы өзгерте алмадым. Мен отбасымды өзгертейін десе, отбасы баласы өсіп кеткен, әйелі уже қалыптасып кеткен, өзгертейін десе, ешкім оның айтқан тыңдамайды. Сонда өлер шағында түсінгені, мен егер өзімнен бастағанда, менен үлгі алып, балаларым үлгі алып өзгерер ме дейді. Балаларым өзгергеннен кейін, ол көпшілік қой, ол жан-жаққа тарағанда қала өзгереді. Қала өзгергеннен кейін, мемлекет өзгергеннен кейін әлем өзгереді. Сондықтан әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен бастайды. Яғни біз фокус түсіндіңіздер ғой, бір нәрсе қарап отқан. Тағы да сіздерге мысалға айтайын. Мына бізді бағана Роза Қожахметқызы адамның суретін салды ғой. Мен де салып көрейін енді. Біз семьямызбен художник емеспіз, бірақ адамның басын салып көрейік. Мынау Беріктің басы дейік, Беріктің басы осындай болса. Беріктің аяғы осындай болса сосын. Мынау Беріктің басы дейік. Мынау Беріктің көзі. Мынау, мына жерде ми деп алайық. Мынау ми. Мына Беріктің миында серік отыр. Ол серік, қарауыл серік. Оның орындығы бар, мынандай артында архив бар, документтері бар. Мысалға мынау Беріктің миын күзетіп отырған охранник серік бар. Серік ол көзіне жауап береді. Мысалға бұл серік сізден бірдеңе сұраса, мысалы жаңағыдай, сіздердің басында телефонның астында не бар деп сұраған кезде сіздер сағатқа мән берген жоқсыздар, Сол сияқты сізден серіктен біреу сұрайды. Айтады, мысалы, Клара дейді, анау білесің ба, 2010 жылы осындай нәрсе болып еді ғой деп екеуіңіз қарт әңгіме қылып, еске алып отырасыз. Ол не істейді? Берік тұрады да, мынау қазір мына жаққа қарап отыр ғой. Ол орнынан тұрады да, мына жаққа қарайды, сіздің негізгі мақсатыңыздан тайынып кетеді. Тура сол сияқты біздегі мына отырған охранник серікті біз не істемеуіміз керек, алаңдатпауымыз керек. Мақсатымызда сол көріп отырып, соған қарай жүріп отырмыз керек. Түсіндіңіздер ғой, Түсінбесеңіздер тағы да бір мысал келтірейін. Маған екі кісі керек. Ерікті екі кісі керек. Кім шыға алады? Екі кісі. Аманнұр ханым. Келіңіз, Келіңіз. Келіңіз, Есіміңіз? Алмагүл ханым, өте қажым. Аманнұр ханым сізді танимын. Алмагүл, Аманнұр, тамаша. Енді қараңыз. Аманнұр ханым, сіз бас кесер күзетшісіз. Сіз мына суды ұстаңыз. Сіз ұстаңыз. Аманнұр ханым, сіздің де тапсырмаңыз айтам. Сіздің Алмагүл ханым, сіздің де тапсырмаңыз айтам. Ровно ұстаңыз, мынаны тастаңыз. Аманнұр ханым, сіз бас кесер күзетшісіз. Яғни енді қазір басын алып жүрмейсіз ғой. Бірақ сіздің тапсырмаңыз. Алмагүл ханымның стаканынан бір тамшы су тамбау керек. Сіздің мақсатыңыз тамызбау керек.
Егер тамса, сіз маған неше тамшы айтқан айтасыз. Енді Амалгүл ханым сіздің міндетіңіз мына жақтан шығып, мына юрттан жол көрсетіп жүріңіз, айналып келіп осы жаққа келіңіз. Кеттік ал. Мен жеткен ғой. Жолда соғыссыз-ақ қаншамасы қырылып қалған. Марафон деген сол сияқты. Барлығы жете бермейді, оған ешкім ренжімеңіздер. Жеткен адам не істейді? Келіңіз, тез келіңіз ол. Тамды ма, тамбады ма Аманнұр ханым? Тамды, бір-екі рет. Екі тамшыны екі жанына тұрдым. Енді қараңыз, тамды, е? Енді қараңыз, Алмагүл ханым. Сіз айналып келдіңіз, е? Шаңырақты. Айналаңызда не байқадыңыз? Не көрдіңіз? Асу түг болмайын деп, соның бірақ андай аяқ астымды көріп жүрдім аяғымды. Бірақ жан-жағыма кімге көңіл Елкіні көрдіңіз, е? Елкіні? Елкіні көрген жоқ. Тек қана бұл жақта официанттарды көрдім, мен ересек шында адам үшеу. Үшеу? Аяқтарынан санатсыз ме? Жоқ, жаңа Яғни? жаным. Айналаңызда қаншама нәрсе болды, ол кісі тек қана үш официанттың аяғын көрді. Және суды көрді. Екі тамшы суды төгіп алды. Негізі басыңыз кесілді сіздің екі рет. Мінеки, рахмет Алмагүл ханым, Аманнұр ханым, жайғаса беріңіздер. Почему? Потому что официанттарға көзім ұялды. Иә, өйткені бизнес-серіктестер, сіздердің фокустарыңыз мына суға қарағандай бүйтіп, міне, осы суды мен тамызып алмайын деген сияқты, құрметті бизнес-серіктестер, фокусты осылай ұстауларыңыз керек. Басқа еш нәрсеге алаңдамаңыздар. Өйткені не істейді? Алмагүл ханым сияқты бастарыңыз кесіледі. Тамызып алып, яғни керек әрекеттерді тамызып алып, біз мақсатымыздан алшақтап кетеміз. Фокусты түсіндіңіздер ма? Яғни керек жаққа жұмсау үшін, біз бойымыздағы күш қуатты керек жаққа жұмсау үшін, фокус кім түсінді? Кім түсінді? Точно түсіндіңіздер ма? Фокус осындай болу керек. Енді мақсат. Мақсаты жоқ адам дейді. Бұл өмірде адасады. Жазыңыздар. Мақсаты жоқ адам. Бұл өмірде адасады. Мысалға қараңыздаршы, бір көше тұр. Бүкіл шамдары жағылып тұр. Асфальт тегіс, барлығы көрініп тұр. Осындай бір жол тұр. Жанында орман тұр. Талдар, тоғай, орман, балшық, болото тұр. Сізге айтады, осы жолмен жүріңізші дейді. Сіз жоқ, мен мына жақпен жүрем деп, болотамен айналып, адасып, қорқып барасыз. Қайсысы тез жетеді мақсатына? Қорықпаған. Жарық жолмен жүрген адам жүреді. Мысалға қараңыздар, біз адам деген жаңағыдай бойымызда бір өзімшілдік, менмендік, мен білемін, сықылдым деген тіпті ұят дейді ғой ата-бабаларымыз. Сондықтан біз менмендік, мен білемін, ой, білемін мен, ой, айта береді ол бір айта береді Роза ханым, ой, тыңдап жүріп құралайды күнде тиктоктан деген, сізден мен білемін, оның бәрін білемін деген сіз менмендікке апарады. Менмендік ол тәкаппарлыққа апарады. Мен білдім, іс қылдым деген тіпті ұят дейді. Сондықтан біз мен білдім деген, қараңыздаршы, сіз әрбір адам емес, тек қана адам емес, зат сіздің ұстазыңыз. Мысалға қараңыздар, үйдегі кроваттарыңыздың ұрышына бәшмайларыңыз неше рет соқтыңыздар, күнде неше рет соғасыздар? Соғасыздар ғой. Ол сіздің ол кроватыңыздың бұрышы сіздің ұстазыңыз. Аяғың астына қарап жүр деген ұстаз. Кішкентай бала болсын, ол да ұстаз. Бір мысал келтіре кетейін. Бір көпірде, өте тар көпір екен, екі КамАЗ өте алмай қалыпты. Неге? Себебі үстінде көпірдің мынандай темір бар екен, тіреліп қалыпты. Сөйтіп МЧС шақырып, жедел жәрдем, полицейский бәрін шақырып, ана КамАЗды өткізе алмады. Я ары жүрмейді, я бері жүрмейді. Сонда барлығында лента тартып қояды ғой, ешкімді кіргізбей, сонда бір бала жүр екен. Соған полицейский адам айтты, әр ойында төтенше жағдайлар бар. Әр жер бұл жер қауіпті деп. Сөйтіп жаңағы бала әрі кетпейді дейді, не істеп жүрсің дейді. Не істеп жатсыздар деп сұрайды, жаңа ағатай, не істеп жатсыздар дейді. Көріп тұрсың, мына КамАЗды жүргізе алмайсыз, бүкіл кептеліс соның кесірінен болып қалды дейді. Соны шығара алмай жатырмыз, кран көтермейді, кран кіргізгенде кран сыймайды ол жерге деп. Сонда жаңа бала қарап тұрып, ағатай ана КамАЗдың баллонын желден жіберсеңіздерші, сонда ол төмен түседі, сөйтіп жіберіп өткізіп аласыздар КамАЗды деген. Көрдіңіздер ме? Біз баладан да үйренуіміз керек. Баланы тайдай басып келген бала құласа да, басын ұрса да, құйрығымен құласа да десек, дейді да қайтадан жүріп кете береді. Сондай біз үйренуіміз керек. Роза ханымнан үйреніңіз, спонсорларыңыз жаңа айтты, жас болса да бас болып, сондай яғни біз мақсатқа жету үшін бізге керек жол керек. Сонымен жүруіміз керек, мына жақпен ауытқып кетпеуіміз керек. Мақсат жаңа қандай болу керек? Судың астында жүзіп келе жатқан кезде не қажет сіздерге? Ауадай қажет болу керек. Сіздерге 10 мақсат жаз деді ғой. Енді сіздерге мен кеңес берейін. Бір жазған кезде 30 мақсат жазыңыздар. 30 мақсат жазыңыздар. 30 мақсат жазғаннан кейін сразу бірден 30 мақсат жазғаннан кейін соның ішінен 15-ін іріктеп алыңыздар. 30 мақсат жазғаннан кейін 15-ін іріктеп алыңыз. Бір жылға жазасыздар ғой.
15'ini іріктегеннен кейін соның ішінен 10'ын ғана қалдырыңыз. 10'ын жаздыңыз ғой. Ертеңнен бастап, бүгін үйге барғаннан кейін ұйықтап қалмаңыздар. Бүгін осы мақсатты 10 мақсат жазыңыздар, жазбаңыздар. Ертең келесі дәптердің бетіне жаңағы жазған 10 мақсатқа қарамай, қайтадан 10 мақсат жазасыздар. Күніге 30 күн қайталап жазыңыздар. 29 күн емес, 28 күн емес, 20 күн емес, 30 күн жазыңыздар. Әбден сіздер миыларыңызға сіңіп қалғанда, сол кезде сіздер оған қарай әрекет етесіз. Мақсат айқын болды. Түсініңіздер, қандай мақсат айқын болу керек? Ауадай қажет болу керек. Мақсатыңыз айқын болғаннан кейін сізде нақты үшіншіне жоспар пайда болады. Жоспар деген сол мақсатқа жеткізетін сіздің іс-әрекетіңіз. Мысалға қараңыздар, менің мақсатым ана жерге жету. Мен не істеймін? 1, 2, 3, 4, 5, 6 қадаммен жетемін, ә? Мақсатыма жеттім. Мен мына жерде тұрып, ана жерге 1 қадаммен жете аламын ба? Жете алмаймын. Сондықтан мен не істеймін? Жоспар жазған кезде мен мына мақсатыма 6 қадаммен жетемін. Яғни мен консультант жапқан кісілер бар ма? Серіктестер, консультант жабу үшін сіз не істейсіз? Мен осы аптада 10 адамға ақпарат беремін. Оның 5-еуін телефонмен беремін. Оның 5-еуін инстаграммен беремін деген сияқты нақты сізде жоспар болу керек. Және осы шақта жазу керек. Сол кезде сіз адаспайсыз, жоспарыңызда бұзылмайды. Ешкім сізді алдап кетпей, бізден адамда сөз бар ғой, бас алған жаққа кете береміз ғой, бауға болса бауға, тауға болса тауға деп. Ол дұрыс емес. Сіз мақсатыңыз болма, соған қарай әрекет етіңіз. Жазыңыздар. Жарамсыз мақсат болмайды. Жарамсыз мақсат болмайды, жарамсыз. Яғни керек емес, жарамсыз мақсат болмайды. Жалқау адам болмайды, кешіңіздер, жалқау адам болмайды дейді. Жалқау адам болмайды. Тек жарамсыз мақсат болмайды. Яғни сізді қуаттандырмайтын, мотивация бермейтін, не? Мақсат болмайды. Сондықтан біздің жалқаулығымызда бізде мотивация жоқ. Бізде қуантатын нәрсе жоқ. Мысалға сізді не қуантады? Осы 2031 желтоқсан Айзада сізге не алып келсін деп сұрайықшы. Не қуантады? Жарамсыз мақсат болды. Білмеймін. Сізді не қуантады? Әмина ханым. Менде ешқандай план қойған жоқ. Кім? Бізге айтып жарайды. Кімді не қуантады? Бала-шаға болса деп қоясыз. 3 бөлмелі пәтер қуантады. Сізді 1 бөлмелі пәтер қуантады ма? Онда сіз жоспарыңызда 1 бөлмелі, жеткен ақшама алайын деген қоймаңыз. 3 бөлмелі пәтер алам деп жазыңыз, соған әрекет етіңіз. Көрдіңіздер ма? Егер сіз Роза Қожахметқызы айтады ғой, майбық қаласаң, майбықты ойла дейді. Мерседесті ойласаң, мерседесті ойла. Ешек арбаны ойласаң, ешек арбаны ойла. Сен ешек арбаны ойлап, мен мерседеспен жүргім келеді деп ойламайсыз ғой. Ешек арбаны қалағаннан кейін жаңағы Совет үкіметінің анекдоты бар емес па? Имею возможность купить козу, но не имею желания. Имею желание купить машину, но не имею возможности. Сондай сияқты біз мына мидағы шектеуде мына мұрнымыздың ар жағын көрейік та. Қашанға біз тұмсығы төмен түріп жүреміз. Бұл барлығымызға, ұл болсын, қыз болсын, бала болсын, үлкен кісі болсын, еңселеріңіз көтеріп, мен бүгіннен бастап мақсатыма нық әрекет жасаймын. Айтыңыздаршы, мен бүгіннен бастап мақсатыма нық әрекет етемін. Мен бүгіннен бастап мақсатыма нақты әрекет етемін. Мен бүгіннен бастап мақсатыма нақты әрекет етемін. Көрдіңіз бе? Жай ғана бір сөйлем, бірақ соны айтуының өзі біз нәпсіміз жібермейді ғой. Содан бола қалады дейсің ба? Деген сияқты, иә? Ішімде отыр бірақ. Мен айтамын, кішкентай ұрлықшы деймін, кішкентай сатма ішіне отырады, ей. Шынында айта береді ол. Оған тел керек те. Әрине, тел керек, сен қай жаққа баратынын білмесең, сен адасасың. Түсіндік қой үшіншісі, жоспарды күнде жазасыздар. Егер де жоспармен жүріп үйренбеген кісілер болса, таңертең төсектен 6:00-де тұрдым, 6:05-те жуындым, 6:10-да жаттығу жасадым, 6:20-да аффирмация, соның барлық үтір нүктесін жазып әдеттеріңізде. Сағат 8-де таңғы ас іштім, сағат 8:20-да жұмысқа шықтым, сағат 9-да бизнесті бастадым, сағат 9-дан 10-ға дейін 10 адамға ақпарат бердім деген сияқты барлығын жазыңыздар. Түнге ұйықтағанға дейін төсекке жаттым деп. Түсіндіңіздер ғой, иә? Әрекет ол әдетке қалыптасып кетпейінше. Қалыптасып кеткеннен кейін енді барлығымыз қайта-қайта жаза беруге тоже болмайды ғой. Сондықтан сіз не істейсіз? Бүгін дене шынықтырумен айналыстым. Таңертең ерте 6-да тұрдым. Құлшылығымның барлығын, яғни 5 уақыт намаз оқитын болсаңыздар, 5 уақыт намазды толық уақытылы орындадым. Мен бүгін өсек айтпадым. Мен бүгін тек жақсылық айттым. Соның барлығын жалпылама түрде жазып,
сізде өткенде миыңыз әдеттенген соны сіз автомат түрде қол аяғыңыз бағынады ғой сізге. Жүрек не істейді? Жүрек қандай бұйрық береді? Жаңа Роза Қожахметов айтқандай, нәпсінің көмекшісі шайтан, рухтың көмекшісі періште. Қайсысы басы болады? Ақыл деген ойналмалы нәрсе. Ақыл деген жүректе ғой. Ол сіз қайсы күшті соған жұмыс істеп кете береді ол. Яғни сіз ұйқылы келіп болса, әйтеуір ақылыңыз бүгін көбірек ұйықтау үшін жаңағыдай мүмкіндіктер жасайды ғой. Аяғыңызды ауыртады, тұмауратып қаласыз. Өйткені сіз ұйқыңыз қанбады, нәпсіңіз соған ақылыңыз істетіп қойды. Ал рухыңыз күшті болса, қайтсеңіз де сіз бүгін соған қарай әрекет етесіз. Ақылыңыз айтады, анаған айт, мынаған айт, ол айтпаса, тыңдамаса, мынаған айт деген сияқты, сол сіздің ақылыңыз солай жұмыс жасайды. Кім түсінді? Үшеуі түсіндіңіздер ғой. Одан кейін әрекет. Еш нәрсе әрекетсіз болмайды. Мен баймын деп отырсаңыздар, бай болып кетпейсіздер, мен сразу айтайын. Роза Қожахметов айтады, ұйықтамау керек, шаршамау керек, ұйықтамау керек, шаршамау керек дейді. Айжан ханым айтып жатады, 5 жылда аффирмацияға келдім дейді. Бірақ сіз жаңағы видеода тыңдаңыздар ғой, сонша терледіңіздер, сонша шаршадыңыздар, каблук киіп, аяқтарыңызға мозоль шықты, жазып сеанс тапсыңдар, тауыстыңыздар. Барлығын істедіңіздер, бірақ қазір сол рахатын көріп жатсыз ба? Мұхаммед Али айтады, мен дейді, жаттығу жасауды өте қатты жек көремін дейді. Мұхаммед Али, әлем чемпион, жаттығуды жек көремін. Бірақ мен өзіме былай деп айтамын дейді. Қазір қинал, ертең жеңісін көресің. Қазір өйткені оның құны арзан дейді. Естеріңізде болсын, сәтсіздіктің құны әрдайым сәттіліктің құнынан қымбатырақ. Көптеген 20 жылдан кейін адамдардан сіз нені өкінесіз? Нені істегеніңізге қарағанда, нені істемегеніңізге көбірек өкінесіз? Қап шіркін, отырсыздар ғой, зейнетке шыққан кісілер үлкен апаларымыз. Қап шіркін сөзге осыны кетпен. Қап неге сөзді кім айтты жаңағы, мен компанияға неғып келмедім сөзге деп. Әлия ханым айтты, 30 жыл бұрын неге келмедім деген сияқты. Қап деген сөз көп айтылып қалмау үшін не істеуіміз керек? Құрметті бизнес серіктестер, әрекет ету керек. Әрекет ет, сіздерге мен айтпаймын, бүгін бірден отырып алып жаңағыдай тізім жазып бәрін, 200 адам жазып барлығына телефон қоңырау шалып істетіп жатқан жоқпын. Біртіндеп істеңіздер. Бір әрекет болса да істеңіздер. Өйткені нәпсіңізге бірден жаңағыдай қараңыз, сіз легкий бесіз. Сіздің салмағыңыз қанша мысалға? Арттан Дария ханым, 61 килограмм қазір, сіз 81 килограммдай адам шығасыз ба? Құлап түседі ол кісіні. Сол сияқты біз шығамыз, мотивация қазір алып шығамыз, о, мен мықтымын, мен байымын деп. Өзіміздің салмағымыз әлі 55 килограмм, нәпсімізді 100 килограмм таңқ еткізіп, ұйықтаймыз, сөз жатамыз. Ой, оның бәрі өтірік. Сондықтан бір кішкентайдан болсын әрекет жасаңыздар. 100 адамға ақпарат айтпақ қойыңыз бүгін. Бір адамға болса да айтыңыздаршы. Бір адамға. Бүгін 10 пост салмақ қойыңыздаршы Инстаграмға. Бір пост салыңыздаршы. Ол нәтижесі көру. Өйткені сізде не? Мүминнің дейді, мүмин мұсылманның амалынан бұрын ниеті қабыл болады. Сіздің ниетіңіз не? Алдағы мақсатқа қол жеткізу. Сондықтан біртіндеп сіз міндетті түрде Құдай қаласа жетесіздер. Яғни әрекет етіңіздер. Әрекетсіз бүгін бір күн болса да дейді, міне баскетбол дейді, әлем NBA деген Америкада баскетболда чемпион болған команда бар екен. Сонда командасы айтады, биыл біз жаттығу жасамай қояйық, біз сірә чемпион боламыз ғой. Жоқ дейді, жаттығу. Біз биыл тағы да бұдан да қатты жаттығу жасамыз керек. Ол қалай дейді, жаттықтырушыдан сұрайды. Әрқайсысы дейді, бір баскетболда 5 адам ойнайды. 5 адам ойнайды, 10 қосалқы құрамада болады. Сонда қараңыз, әрқайсыларын дейді, 1%-ға дейді, 1%-ға былтырғы қарағанға нәтижелеріңіз жоғарылатсаңдар дейді, біздің командамыз 15%-ға нәтижелі болады дейді. 1%-ға да. Егер сіз 9-да тұрып үйренуші қалған адам болсаңыз, таңертең 6-да тұрып алмаңыз. 8:50-де тұрыңызшы хотя бы. 8:50-де тұрсаңыз, сіз 10 минутқа артық өмір сүресіз. 10 минутқа артық өмір сүресіз. Яғни әрекет жасаңыздар. 5-шіден табандылық. Жаңағыдай әрекеттерді қояды, түсініңіз, әрекетті тағы да бір қалай мысалы, экранға назар аударыңыздар. Екінші видеоны қосып жіберіңіз, Жанат ханым. Bir 5 minut şundan ya. Dağısı nazır, dağısı nazır. Mağal senimsiz korkak, maksatı yok, ne istediğini bilmey, жүрген siz adam. Деп алай. Бұл ыңғайлы сәтті күтіп отқан. Бүгін істейш, жоқ, ертең істейш, бүгін үлгермей қалдым. Ертеңде болмай қалып, ертеңнің ертеңі бітпейді дейді ғой. Сол адам. Қазір, міне, мынаны істаймын, мынаған айтамын. Оның ақшасы жоқ, оның телефонын алмайды.
Осылай ыңғайлы сәтті күтіп отырып, сылтау іздеу, ол бар мүмкіндікті жіберіп ал. Ал мүмкіндік жіберіп алсаң, соны 2 жылдан кейін келеді. 7 жылдан кейін келеді. Ал міне нағыз көшбасшы қандай болады? Міне сіз мынандай болу керексіз. Көрдіңіз ба мақсатты? Алдың, мүмкіндікті өзі жасап, керегін алады. Рахмет. Және де қараңыздар, ол жетті, алды, ұстады, қараңыздар, біткен жоқ. Өзінің алды. Қараңыз, мақсатыңызға жеттім дегенде сізге кедергілер болады. Міне шығып кетейін деп қалып, соның өзіне қараңыз. Соның өзіне ұстап, сіз жібермеуіңіз керексіз. Көрдіңіз бе? Көшбасшы болыңыз. Сіз өзіңіздің керегіңізді осы арыстан сияқты жібермеу керексіздер. Кім түсірді видеоны? Әрекет ету керек. Күтіп отырмау керек та бүгін. Егер ұлы күнді күтсеңіздер, ұлы болудың күнін күтсеңіздер, жазыңыздар. Ұлы болудың күнін күтсеңіздер, ол күн бүгін. Бүгін бастаңыздар. Ертең емес, бүгін бастаңыздар. Қандай нәрсе болмасын, мынаның барлығын істегеннен кейін, құрметті бизнес-серіктестер, бізге табандылық керек. Табандылық деген не? Суығына да шыдап, шөліне де шыдап, сіз қандай кедергі болмасын, сіз дейді, артыңыздан түкірсе дейді, сізге артыңыздан түкірсе дейді, сен қуан дейді. Неге? Өйткені сен алдында келе жатсың. Барлығы айтады. Кеше Роза Қожахметқызының промо рекламасын көрдіңіздер ғой, 99% адам маған сенің қолынан келмейді деп айтты. Барлығы сенің қолынан келеді деп кетеді деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Барлығы айтпайды. Бірақ сіз ішіңізде отқан жеткісі келетін арманы бар, мақсаты бар. Кішкентай Жанатты ханымды оятыңыз. Кішкене ғалияқы, кішкентай кезде армандаңыз, соны оятыңыздаршы. Сізден басқа сіздің арманыңызды ешкім өшірмейді. Тек өзіңіз өшіреді. Сондықтан құрметті бизнес-серіктестер, бойларыңыздағы қуатты жиып, бүгінгі алған бүкіл білімді жүректеріңізге судай сіңіріп тастай батыр. Жүрекке, мына мидегі жай ғана архив бол. Ол жаңағыдай толып кетсе шығып кете береді. Сондықтан оны жүрекке түсіріңіздер. Жүрекке түсіргеннен кейін сіздің жүрегіңізде қандай іс шығады, сіздің әрекетіңіз сондай болады. Сіздің жүрегіңізде жаңағы өсек, өтірік, ғайбат, мақтаншақ, тәкаппарлық, менмендік, реніш, өкпе топ қалса, сіздің іс-әрекетіңіз сасық болады. Сасық адамға жолайсыз ба? Жоламайсыз. Хош иісті, иісіне кәдімгі тартып тұрып, әдемі жүретін адамға сіз жақындағыңыз келе ма? Тура сол сияқты жүрегіңізді әдемілеңіздер. Оны қалай әдемілейсіздер? Өсек айтпайсыздар, өтірік айтпайсыздар, артық ұйықтамайсыздар, жақсы істейсіздер, жақсылық айтасыздар, халыққа пайдаңыз тигізесіз. Адамның бәрін сүй бауырым деп, сен де сүй Алланың жанынан тәтті дейді. Егер сен Лев Николаевич Толстой айтады, көзіңмен көріп тұрған туған бауырымды жақсы көрмейді, көзіңмен көрмейтін Құдайды жақсы көремін деген өтірік. Сондықтан барлығымыз бір жүрек, бір бауыр болып, құрметті бизнес-серіктестер, осы жерге сіз әшейіннен келіп отқан жоқсыздар. Осы алған білімді қолданып, үлкен мақсатқа жетуге барлығымыз әрекет етейік. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі біздің бизнес-форумымыз осымен тәмам. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. 4-ке дейін, 2-ке дейін, 3-ке дейін тыңдаған кісілерге де рахмет, және де марафонның соңына дейін жеткен сіздерге үлкен ду-қол шапалақ, көп рахмет. Шапалақ, аямай шапалақ, ұрыңыздар. Тамаша, көп рахмет компания президенттеріне Роза Қожахметқызы, компания президенті Нұржан мырза, Гиляния ханым, және бүгінгі келген, алыстан келген, жақыннан келген сіздерге ду-қол шапалақ, көп рахмет. Мақсаттарыңызға жетемеңіздер.